Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі кезде хит болып жатқан қызғалдақ самсаның жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына шейін тамашалаңыздар. Менімен бірге қызғалдақ самсасын бірге жасаңыздар. Енді самсамызды дайындаймыз. Алдын ала дайындалған міне қамырымызды осылай етіп, видеодағыдай етіп, дөңгелекше пішінде жайып шығамыз. Жартылай пышақпен кесеміз, міне видеодағыдай көріп тұрғаныңыздай. Содан соң ортасына салмамызды саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша етпен немесе картоппен, асқабақпен жасасаңыз болады. Осылай етіп, видеодағыдай етіп ораймыз қамырымызды. Содан соң түбін бекітіп біріктіреміз. Міне біздің самсамыз дайын болды. Дәл осылай етіп, видеодағыдай етіп, самсаның барлығын жасап шығасыздар. Қамырына керекті заттарды төменде описанияда жазып қойдым, қарасаңыздар болады. Және де қамырдың жасалу жолы туралы видеода жасадым. Сол видеоны қарасаңыздар болады. Төменде сілтемесі тұр. Мінекей самсамыздың барлығын түйіп болдық. Енді жұмыртқаның сарысын щетканың көмегі арқылы самсаның сыртына түгелдей жағып шығамыз. Содан соң өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша самсаны сәнділеуге болады. Мен осындай қара күнжетті сеуіп шықтым. Бұл міндетті емес. Енді осы самсаларымызды қызарғанша духовкада пісіреміз. Енді әркімнің пеші әртүрлі. 180 градуста 30 минут мен пісіріп аламын. Мінекей қараңыздар, менің самсаларым дайын болды. Түрінен көрініп тұр, дәмді екені, өте әдемі болған. Қонақ шақырғанда бұл самсалар міндетті түрде дастарханыңыздың көркін ашатын болады. Сондықтан да осы самсаны міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді.